Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күншығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, кезектегі бағдарламамызды бастаймыз. Абай дана, абай дара, абай кемеңгер. Исі қазақтың ғана емес, адамның, жалпы адамзаттың абайы аталып жүрген ұлы тұлғаның мерейтойы жер-жерлерде кеңінен атап өтілуде. Солардың қатарында Ташкент облыстық мәдени орталығының ұйымдастыруымен де Жоғары Шыршық ауданындағы Ұлттар достығы үйінен де аталмыш ұлы тұлғаның мерейтойы кеңінен тойланды. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Үстіміздегі жылы Абай Құнанбаевтың 180 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде атап өтілуде. Нақтырақ айтар болсақ, қиырдағы қазақтар ғана емес, үкіметіміз тарапынан кеңінен тойлануына арнайы іс жоспар жасалды. Бағдарламаға сәйкес, еліміздің түкпір-түкпірінде де ұлы тұлғаның туылған күніне арнап түрлі кездесулер, көрмелер, концерттік бағдарламалар мен мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Міне бүгін біз үшін өте бір қуанышты және бір жауапкершілік мол күн болып отыр. Өйткені біз Ташкент облысы қазақ ұлттық мәдени орталығы көптен бері біздің жоспарлап жүрген осы биылғы Абай тойын, қорытындылау тойыны бір әдемілеп, есте қалатындай өткізетіндей деп жоспарлаған едік. Соған жетіп отырмыз деп ойлаймыз. Бұдан алдын біз Ташкент облысы бойынша қазақ мектептерінде Абайдың тойын тойладық. Ол жерде де шама шарқынша мектеп оқушыларымен бірге тойладық. Енді бүгін арнайы біздің кешіміздің бір мазмұнды өту үшін Абай облысынан Абайдың рөлін ойнаған Омашев Бекзат ініміз келіп отыр. Сонымен қатар Гүлдана Ноғайбаева деген әншіміз келіп отыр. Тағы да Астанадан бір топ әжелер тобы келіп отыр. Енді біздің негізгі мақсатымыз Абайды дәріптеу. Абай өміршеңде өзекті тақырыптарда қалам тербеткен. Адамның өмір сүруінің мәні мен мағынасы, мақсаты мен мұрасы, жастар тәрбиесі, тұлғаның қоғамдағы орны мен атқарар міндеті, ұлттың, елдің болашағы жайлы жан күйдіре өмір сүріп, осы ізгі мақсатын қағаз бетінде де бейнеледі. Биылғы жыл Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы елімізде жоғары деңгейде атап өтілді. Осы ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы арналған түрлі мәдени шаралар, әдеби кештер ұйымдастырылды. Биылғы жылы Өзбекстан Жазушылар одағында Абай Құнанбаевтың шығармашылығын өзбек елінде кеңінен насихаттау мақсатында Абайдың кітап «Тастиқ» атты шығармасы өзбек тіліне аударма жасалып, баспадан шықты. Бұл кітаптың ерекшелігі өзі о баста Абайдың 38 қара сөзі ретінде белгілі болған бұл шығарма көне өзбек тілінде, әдеби шағатай тілінде жазылған болып, бұл тіл ертеде қазақ зиялыларына да, өзбек зиялыларына да кеңінен танымал болған. Осы шағатай тілінде жазылған Абайдың шығармасын біз өзбек тіліне аударма жасап, баспадан шығардық. Осындай Абай марифаты атымен кітап етіп басып шығардық. Ұлы ақын, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбаев халқының көкірек көзін ашып, ой санасын оятудай ізгі мақсат жолында жалынды жырларын, пәлсапалық тұжырымдамасын қалдырып, үлгі болар игі істер атқарды. Бүгін біз осындай дүбірлі үлкен тойға келіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Себебі өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл ұлы кемеңгер, ақылшы, ойшыл ақынымыз Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы. Соған орай жалпы Қазақстан ғана емес, бүкіл жер жүзі атап өтуде. Оның бірі бүгін осы өзбек елі Ташкент қаласында өтіп жатқан үлкен шара. Біз өте қуаныштымыз. Өзбекстан 18 жылы қаулы бойынша осы біздің ақын Абай Құнанбаевтың қара сөздерін, ақын Абай атамызды қаулысы дәріптеу туралы қаулы шыққан болатын. Соған орай өздеріңіздің шақыртуларыңызбен арнайы анау Абай елінен, Қазақстаннан сіздерге өзімізді, өнерімізді паш етейік деп келіп отырмыз. Оның ішінде әрине ең алғашқы орындаған әніміз Абай атамыздың «Мен бір жұмбақ адаммын» әні болатын. Енді бір қуанарлық жағдай, біздің Қазақстанымыздағы сияқты бұл елде көп ұлтты ел, жаңағы көріп отырмыз, кәріс, башқұрт, қазақ, орыс, тағы бүгін үлкен осындай достық үйінде ұлтаралық мереке болып отыр екен.
Сондықтан да адамның абайы, адамзаттың абайы, мерейтойы баршамызға құтты болсын. Сіздер осында аман болыңыздар, біз елде аман болайық, осылай достығымыз, бірлігіміз ажырамай әрқашан жүре берейік. Шығармашылығын адамзат болмысына қатысты мәңгілік тақырыптарға арқау ете білген ғұламалар уақыт өткен сайын түрленіп, толығып, құндылығы арта түсетіні тағы бар. Сондықтан болар бүгін Абайдың өмірлік қағидаты мен мақсатын тек қазақ қана емес, күллі түркі әлемі үйреніп, қолдап, қуаттап өміршеңдігін арттыра түсуде. Mana bugun biz Toshkent viloyatida Yuqori Chirchiq tumanida Abay Qunanbayev buyuk qozoq adibning 180 yilligini o'tkazyapmiz. U nafaqat Qozog'iston, barcha turkiy millatlar hammasi biladi. Bu yerda nafaqat qozoqlar, bu yerda o'zbek, uyg'ur, kariz, o'ris, tatar, qirg'iz, tojik, turkman hamma millatlar birlashib o'tkazyapmiz. Boshqa tadbirlari ham xuddi shunaqa o'tkazdi. Yaqinda mana Uyg'urlarning Bulov nozimining 200 yilligini o'tkazganda barcha millatlar Toshkent shaharida yozuvchilar uyushmasida Milliy bog'da yig'ilishib, o'shada o'tkazganmiz. O'tgan yili turkmanlarning Maxtumqulini o'tkazganmiz. 300 yilligini hamma millatlar bir jihatdan chiqib birga o'tkazyapmiz. Albatta ki bugün büyük adibimiz Abay Qunanbayevning bugün 180 yilligida yig'ilgan ekanmiz. Barcha shu Toshkent viloyati hamda Toshkent shahridan kelgan barcha millatlar hammamiz bugungi bayramni ko'tarinki kayfiyatda nishonlayapmiz. Buningdan keyin bo'ladiganlarga hammasiga barcha qatnashayotgan millatlarimizga cho'ng minnatdorchilikni bildiramiz. Abay Qunanbayevning mana 180 yilligi bu bahor oyidan beri davom etib kelyapti. Mana kuzgacha buyuk adib barcha turkiy millatlarning adabiyotshunosi hisoblanadi. Adibimiz tarixda yozib qoldirgan hamma shu adabiyotdan kelgan yo she'riy dostonlari kelgan mangu yashavasin deymiz. Barcha millatlarning orida teng yayrab, teng ijro qilyapsan hammasi. Қазақ әдебиетінің ғана емес, Еуропа мен түркі мәдениетінің көшін көрген Абай көптеген халықтардың да сүйікті ақыны. Сондықтан да концерттік бағдарламада елімізде шығармашылықпен айналысатын түрлі ұлт өкілдері өздерінің өнерлерін паш етіп, шараны достық кешіне айналдырып жіберді. Жүгіріп шықтым белеспе, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Есік алды қоғалай, әркім көңілі жоғалай, асабайлық не керек, ден сау болса болғандай, ай. Есік алды қоғалай, әркім көңілі жоғалай, асабайлық не керек, ден сау болса болғандай, ай. Бүгінгі күні біздерді Өзбекстан елінде біздің бауырларымыз, қазақ, өзбек бауырларымыз өте керемет бізді қарсы алды. Бізде міне қазақ елінен сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай бабамыз айтқандай, бүгінгіні біз қасиетті Абай бабамыздың 180 жылдық мерекесіне осы елге келіп қалдық. Өте керемет осы жерде Абай бабамызға мереке өтіп жатыр. Осы мерекеге орай бізде Астана қаласынан келген әжелер тобының аяулы аналары, апалары өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Әр қазағым жалғызым деп осы сондай сезім әр уақытта жүректі кернеп тұрады. Ал әсіресе басқа елде, басқа жерде жүрген қазақтарды ойлағанда жүрегіміз бұрып, соларға деген бар махаббатымыз ашылып, жан дүниемізбен соларға ықыласымыз ауып, тек қана жақсылық болған әр уақытта қалап тұрамыз. Осы әр жерден болған кезде де, мысалы естіп қаламыз ғой, бір қазақтың спортшылар шығып жатады, қазақ елінің Қытайда тұратын болсын, басқа Қырғызстанда болатын болсын, ой, Өзбекстанда тұратын болсын, мынау өзіміздің қазағымыз деп жүрегіміз лүпілдейді. Сондықтан міне Өзбекстан халқына, еліне келіп отырмыз. Барлығы өте
жақсы құрметпен қарсы алып жатыр. Былтырда болып кеткенбіз, оның алдында да талай болғанбыз. Өзбек елінде кеше мына жаңа Өзбекстанды жай сыртынан бағдарлап өттік. Өте әдемі өзгерістер, жақсылықтар, жаңалықтар көп екен. Бұл да біздің көңілімізге қуаныш ұялатады. Бұл жерде қазақ халқы өте көп тұрады. Әрбір қазақ өздерін еркіндікте, сондай теңдікте, бостандықта, жақсылықта өмір сүргенін қалаймыз. Қорқыт абыз мекен еткен сұлу сырдың қызымын, жүрегімде тербеп өстім қобыз әуен саздымен, бабалардан қалған мұра қыл қобызды боздатып, төленерді жалғастырған көнелердің ізімін. Жалпы бұл іс-шараға қасиетті өнеріміз арқылы келіп отқан жай бар. Абай атамыздың тойы жалғаса берсін. Біздің ынтымақтастығымыз, ауыз бірлігіміз қай елде болмай қазағым аман болсын деймін. Өнер деген бізде шекара жоқ өнер адамдарында. Сондықтан да мінекей киелі осы қобыз аспабы, ұлттық аспабы мына жерде көрдік, балалар ойнап жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Іс-шара жоғарғы деңгейде өтті. Қарсы алып жатқан осы іс-шараға атсалысқан әр жанға Алланың нұры жаусын деймін. Осы достығымыз ұзағынан болсын, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалар дейді. Ол қай уақытта болмасын, енді жасымыз ұлғайса да, сол үлесімізді қосайық, осы достығымызға кішкентай де болса да бір септігіміз тисін деген жағдай, ниет, ықыласымыз. Өзбекстандағы, Қазақ облысындағы жасап жатқан қазақтардың тұрыс-тұрмыстарын көріп, мына өнерге деген ықыластарын көріп, сондай қуанып отырмыз. Өзбекстан мен Қазақстанның ортасындағы достығымыз нығая берсін, өзбек-қазақ достығы мәңгілік болсын. Ұлы ағартушы ақын Абай Құнанбаев достық пен ізгіліктің жыршысы атты шараға саяси және әкімшілік қызметкерлері, қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, бір топ жастар мен бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері қатысты. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім ойды жылытып. Міне құрметті ағайын, мен Қазақстаннан арнайы Өзбекстан мемлекетіне келіп жатырмыз. Абай атамыздың 180 жылдық мерейтойына байланысты ұйымдастырылған мәдени шараға келіп жатырмыз. Абай образында. Енді мен Абайды сомдаушымын. Сол Өзбекстандағы мынау қазақ диаспорасы, қазақтар шақырып, дән ризамыз. Мен енді бұл жерге бірінші рет келуім. Сондықтан да халқын көріп, және Абай ата болып ана жақтан келген кезде қарсы алып, сондай көңіл күйдемін. Өзім сол Абайдың елінің туған жерінемін. Абай атамыз, шәкәрім, Мұхтар туған жердемін, Мұхтар өзім туған жерден арнайы келіп жатыр. Қазағым дегенде өзіңіз білесіз, біз ерекше бұл жерде сол қазақтың әндерін, Абай атамыздың жаңағы көзімнің қарасы, жел үстінде жарығай, сол әндерді тыңдап, бәрі қуанып жатыр, марқайып жатыр. Ұлттық құндылыққа деген, жалпы Абай атаға деген құрметтері ерекше. Абай атамыз айтады, бай болып, бағылан болып, қадірлі болмайды адамдар. Өнерлі болып, сол өнерін ұстай біліп, қадірлі болады дейді. Өнерлі ақын, асқақ әнші болсаң, ел көңіліңдегі мұңды айтып, көзіндегі жасты тыйсаң, сенен қадірлі болмасқа тиісті дейді. Сөйтіп, міне халықтың көңілінен шығуға тырысып жатырмыз, шығып та жатырмыз, халық бізге риза. Рахмет сіздерге, қонақ жайлықтарыңызға. Көп рахмет. Міне бүгін біздің мәдени әдеби шарамыз халықтың көңілінен шықты деп ойлаймыз. Ең керегі Өзбекстанға тыныштық, халқымыздың амандығы, еліміздің тыныштығы керек. Осындай халықтар достығы бұдан да нығая берсін.
Қазақстан мен Өзбекстанның ара қатынасы бұдан да нығая берсін. Сондықтан халықтың көңіл күйі жақсы, бүгінгі көрермендердің көңілі толды деп ойлаймыз. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сөз соңында абайша айтар болсақ, адамда ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез дейтін сауыты болады. Сол мінезіңіз бұзылмасын ағайын. Ендеше көріскенше күн жақсы. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Жалғыз жарым болмаса анда-санда алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда Алдырған аяғым көп шалдырған, өлді деуге сыяма, қойлаңдаршы өлмей тоғын артына сөз қалдырған, өлді деуге сыяма, қойлаңдаршы жалғыз алыстан кінә қойма, соқтық балы соқпақсыз жерде өстім. Мұңмен жалғыз алыстан кінә